Сәлем достар, бүгін мен сіздерге түрі онша емес, бірақ дәмі өте керемет болып шыққан өбипайдың рецептімен бөлісетін боламын. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Өбипайды дайындау үшін бізге қамырына ең бірінші 6 жұмыртқа и қант қосамыз. Қантты қосқаннан кейін миксермен жақсылап араластырамыз. Салмасын осылай жақсылап араластырамыз көтерілгенше. Сонымен қатар бізге Қазақстан шоколады мен кәдімгі сары май қажет болады. Оны микроволновкаға саламыз, ал салмасына тағы да ұн, какао және разрыхитель қосып жақсылап араластырамыз. Микроволновкадан шоколадымыз бен майымызды алып, жақсылап араластырып, оны кішкене суыған соң жаңағы жұмыртқаның салмасына саламыз. Салғаннан кейін барып ұнды саламыз, жаңа какао, разрыхитель үшеуін араластық қой. Соның барлығын емес, үш бөлікке бөліп саласыздар. Одан кейін осы өстіп миксермен жақсылап араластырасыздар. Міне тестамыз дайын болды. Осыны қасықпен осылай жақсылап араластырасыздар. Осындай крем секілді болып шығады. И осындай пергаментная бумага аласыздар. Баклан деген пергаментная бумага жақсы. Осымен мен форма жасап алам. Мына қателеспесем, менде 24 размер ғой, менде мына дөңгелек. Осы арқылы жасайтын болам. Осылай салмасын саламын. И біркелкі қылып жайып шығамын. 3 қасық, 4 қасық, 5 қасық салсаңыздар болады, сіздер көлеміне байланысты. Осыны енді пешке 180 градусқа қызып тұрған пешке саламын. Мінекей менікі дайын болды. Осындай кольцо алып алсаңыздар өте жақсы болады. Размерін тура шаққып шығарып береді. Осылайынан кесіп шығасыздар размерін өздеріңіз қалаған. И мына корочкаларынан мен қазір трайфл сияқты жасайтын боламын. Ал мына бізде өбипайды кремді сіздер менің YouTube каналымда творожный сыр, крем деген видеомнан көре аласыздар. Творожный кремнің рецептін ссылкасын астына салып қоям. Қалғанын өстіп видеодағыдай қып жасап шығасыздар.
ауысқан корочкаларынан мен осындай трайфл жасайтын болам. Кез келген ыдысқа осылай жасасаңыз болады. Ол үшін бізге осылай ұнтақтап қоясыздар тестаңызды, творожный кремді слой-слоймен қойып шығасыздар. Тура видеодағыдай қалып. Өпіпайдың үстінен осылай шоколад қойып шығасыздар. Менің шоколадымда сары майды көбірек қосып жүрмін, сондықтан менде осындай болып шықты. Так что сіздер жаңағы сары майды азырақ қосасыздар. Так, шоколадқа келетін болсақ, бұл жерде Қазақстан шоколадын қолданасыздар. Сонымен өте дәмді, керемет, дәмі күшті болып шығады. И бір күн холодильникте тұрса, вообще дәмі деген суперский болып шығады. Түріне мән бермеңіз, дәмі өте керемет болып, сразу жеп қойды үйдегі қонақтардың барлығы. Рецепт ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ал трафилға келетін болсақ, мен шоколад мауысты, соның шоколадты үстінен құйып шықтым осылай. И сразу холодильникке салып қоясыздар. Қатып дәмі деген прям күшті болып шығады. Үстінен осылай фрукты, бірдеңелер қойып қойсаңыздар болады. Бірақ жаңағы еріп кетпей тұрып шоколад қою қажет әйтпесе түріп қалады. Осылай менде шықты. Осын жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын. Назарларыңызға рахмет.